وسلم мына Руфайда бинт Саад әл-Әсләмия деген Мәдинадағы ансарлық айыл бар. Бұл айыл әкесі де медик болған, өзі де медик, со әкесінен үйренген исламдағы ең алғашқы хирургия ілімін негізін қалаған хирург болған, яғни операция дейді, ота жасайтын әйел адам болған екен. Со Руфайда бинт Саад әл-Әсләмия радиаллаху анха. Сол кісінің жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тігіп берген несі бар екен? Шатыры бар екен. Кеше хандақта жараланған кейбір адамдарды сол шатырға кіргізген. Сол шатырдың ішінде кімде жатыр? Саад ибн Муазда жатыр. Руфайда бинт Саад әл-Әсләмия бұл Мәдинадағы ең атақты дәрігер әйел. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардың қайсы бірі жарақаттанса, дереу Руфайданың шатырына жіберетін болған. Бұл кісі қараңыздар, қандай бұндай адам бар ма жоқ па қазір білмеймін мен, бірақ айтайын, ол кісінің өмірбаянын оқып отырсам былай деп жазып қойыпты. Бұл кісі дейді, сахабалардың ішіндегі ең жомарт адам еді дейді, әйелдердің ішіндегі. Себебі дәрі-дәрмекке кететін ақшаны өзінің қалтасынан, мүлкінен шығарған дейді ана кісі. Бізде ше, дәрі-дәрмекке келген сенің ақыңды жейді бізде. Өзінің қалтасынан сахабаларға қаржы жұмсайтын, соғыстың үстінде жараланып отқан кезде дәріге ақша жоқ я Расулалла деп мүлдем айтпаған дейді. Үйіндегі мал мүлкін сатса да, сол дәріні жаңағы орайтын таңғыштардың барлығын өзінің қалтасынан жұмсаған дейді Руфайда. Ал тауып көр ондай адамды қазір. Таба алмайсың қазір. Миллионның ішінде бір адам кездесуі мүмкін. Бірақ олар көбісі не? Көбісі сені жегісі келіп тұрады, алдағысы келіп тұрады, түсіргісі келіп тұрады. Әйтеуір бірдеңеге тіреп қадап кеткісі келіп тұрады адамдардың көбісі. Руфайда радиаллаху анха тағы бір ерекшелігін айтайын. Бұл кісіге дұға қылып кеткен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Хайбар шайқасы болатын кезде, ертең өтеміз иншалла алдағы сабақтарда. Хайбар шайқасы болатын күні пайғамбар саллаллаху алейхи ва салляммен бірге Руфайда шығады. Қасында бірнеше өзінің нелер бар? Медбикелері бар. Я Алланың елшісі, бізге де рұқсат бер, егер де бір жағдай болып қалатын болса, онда біз сендерге жәрдемге келеміз дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Қуанып кетті дейді. Баракаллаху лакунна деп айтты дейді. Аллах тағала сендерге береке берсін деп айтты дейді. Руфайда және оның қасындағы медбикелерге. Осындай пайғамбардың дұғасы болды ғой, ол кетті ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дұғасы кетті. Алғашқы әлем тарихында ең кім көп адамзатқа қызмет жасаған, медбикелік жасаған десең, Флоренс Найтингейл деп айтады. Флоренс Найтингейл Европадағы баяғы 1701 соғыстарда жараланған нелерді майшаммен жүріп емдеген кісі. Дұрыс, жақсы ем. Бірақ соны тұңғыш деп айтады. Неге? Өйткені мәдениет пен өркениет өздерінің қолында болғаннан кейін кімді тұңғыш қылады, кімді соңғы қылады, оны істей береді өздері. Бірақ негізі ата алмай кеткен осындай ұлы сахаба әйелдер бар екен. Бұны ешкім танымайды. Мен деген адамдар Руфайда бинт Саад әл-Әсләмияны танымайды.